Адыр үстін бызғылт тұман басқан. Таңғы салқын леп қой қораның маңын қымтап, сыз иісімен бірге шөптің жұпар иісі араласып тұр. Көкжиек арасынан күннің алғашқы шапағы көрінгенде Айгүлдің көзі ілінбей тұрған. Күйеуі Нұрлан түн ортасында мал қарауға кеткен, сол кеткеннен оралмады. Айгүлдің жаны да жүзі де әлдеқашан түнеріп кеткен. Бұл ауылға келіп болса адырға тоқтағаны 10 жылға жуықтапты. Әуелде бәрі тыныш, тату-тәтті сияқты еді, бірақ уақыт өте келе Нұрланның мінезі өзгерді. Ішімдік, жалқаулық, дөрекілік бәрі біртіндеп өмірін тұмандатып жіберген. Ал Айгүл болса сол тұманның ішінде үнсіз өмір сүріп келе жатқан сияқты. Таңғы шай үстінде жалғыз отырғанда есік сыртынан қаққан дыбыс естілді. Кім екен деп Айгүл орнынан тұрып сыртқа шыққан. Қақпаның алдында ауылға жаңадан келген ветеринар жігіт Асқар тұр екен. Сәлеметсіз бе апай, қойларыңыздың ішінен біреу ақсап жүр деген еді. Нұрлан ағай, сол үшін келіп едім деп жылы жымиып. Айгүлдің көзі бір сәтке оның жүзіне тоқтады. Қалалық түр бар. Таза, өзіне сенімді адам. Көптен бері Айгүлге біреу дәл осылай адамша жылы қарап сөйлеген емес еді. Иә, дұрыс айтасыз, қора жаққа келіңіз. Асқар қораға кіріп малды қарап жүрді. Айгүл сыртынан қарап тұрып біртүрлі күйге түсті. Бір сәтке өз өмірін, жастығын, махаббатқа деген аңсарын есіне алды. Тас жүрек түкпіріне әлдебір ұялу мен толқу арлы сезім пайда болды. Асқар бұрылып көз қиығымен оған қарап қалды. Апай, сізге де қиын шығар осында жалғыз иен далада. Айгүл күліп жауап қатты. Әйел адамның өмірі қиын болмаса, онда өмір болмас еді ғой балам. Бірақ оның күлкісінде мұңның ізі бар еді. Асқар сол сәтте оның жан дүниесін әлдене тапқандай үнсіз тұрып қалды. Сол күннен бастап Асқар жиі келе бастады. Мал қарау, көмек көрсету деген сылтаумен адырға жол тартатын болды. Ал Айгүл болса жүрегінде баяғы ұмытылған сезім қайта оянып келе жатқанын байқамауға тырысатын. Күн сайынғы өмір біртіндеп өзгере бара жатты. Асқардың келуі Айгүлдің тіршілігіне белгісіз бір жарық, әлдебір жылы леп әкелгендей еді. Бұрын үнсіз отырып шай ішетін, қора маңында жалғыз жүретін әйел енді таңды асыға күтетін болды. Себебі әр таң сайын алыстан шаң көрінсе, оның жүрегі әлденеге елең ететін. Асқар да өз сезімін жасыра алмайтын еді. Бір күні ол қораның жанында қойдың жарасын таңып жатып Айгүлге бұрылып айтты. Сіз кейде өзіңізді тым жалғыз ұстайсыз. Мен мұндай әйелдің бұрын көрмеппін. Айгүл төмен қарады. Әйелдің жалғыздығы сырттан байқалмайды Асқар, деді жай ғана. Бірақ ішінде бір қуыс бар екен, күн сайын сезесің. Жігіт үнсіз қалды. Айгүлдің даусынан, көзінен бір шынайы ауырлық, өмірдің салмағы сезілді. Сол сәтте Асқар оның қолын байқамай ұстады. Айгүл селк етіп қолын тартып алды, бірақ көзіне жас үйірілді. Болды, Асқар, бұлай болмайды, деді даусы дірілдеп. Асқар үндемеді. Тек оның көзқарасы бәрін айтып тұрғандай еді. Аяныш, сүйіспеншілік және бір тыйым салынған тілегін жасыра алмау. Кешке жақын Нұрлан ауылдан шаршап оралды. Қолында бөтелке, жүзі суық. Қайда жүрсің тағы, деді ашуланып. Айгүл үндемеді. Көз алдында Асқардың жүзі елестей берді. Күйеуінің дөрекі сөзі мен ішімдік иісі одан сайын жиіркеніш тудырды. Сол түні Айгүл алғаш рет көз жасын тыя алмады. Түн ортасында сыртта үй тұрды. Айгүл сыртқа шықты. Адыр етегіне бір көлік тұр екен. Бара жарығында Асқардың көлеңкесі көрінді. Неге келдің? Деді әйел сыбырлап. Көруге келдім, сізді ойлай беруден шаршадым, деді Асқар. Айгүлдің жүрегі дүрсілдеп кетті. Асқар, бұл күнә, менің күйеуім бар, бірақ жүрекке тыйым сала алмайсыз ғой, Айгүл. Бір сәт үнсіздік орнады. Түннің тыныштығын тек жел мен алыстағы қойдың маңыраған даусы ғана бұзды. Сол сәтте олардың арасында шекара мәңгілікке бұзылғандай болды. Адыр үстіндегі күн енді бұрынғыдай жылы көрінбейтін. Әр таң сайын Айгүл өз-өзімен арпалысып оянатын болды. Бір жағында күнә екенін сезсе де, жүрегінің бір бұрышында алау болып жанып тұрған сезім, екінші жағында бұл сезім үшін ұят пен қорқыныш. Асқар болса ауылдағылардың күдігінен именіп, анда-санда ғана келетін болды. Бірақ әр келісі Айгүл үшін бір
ғұмырдай ұзақ күту еді. бір күні ауылдағы дүкенге түсу үшін Айгүл аудан орталығына түсті. Одан алдында Асқар көлігімен тұр екен. Айгүл, отыршы, сәл жүреміз, деді ол абайлап. Ауыл көріп қойса ше, көрсе де түсінбейді ғой олар. Айгүл үнсіз отырды. Көлік ауылдан шығып, адырдың етегіндегі шағын өзенге қарай тартты. Су жағасында жел баяу есіп тұр. Асқар көлікті тоқтатып есікті ашты. Айгүл, мен сізді шынымен сүйіп қалдым, деді ол тура қарап. Айгүлдің жүрегі шым ете қалды, көзінен жас ыршып кетті. Мені сүйме, Асқар, менің өмірім адырда, қу дала. Мені сүйген адам бәрібір адасады. Асқар үнсіз келіп, оның иығына қолын қойды. Сол сәтте Айгүл ештеңе айтпай басын жігіттің иығына қойды. Тағдыр мен ар арасындағы шекара жойылған сәт еді ол. Ауылға қайтқанда аспанды бұлт торлаған. Сол күні кешке көрші келіншек келіп сыбырлап айтты. Айгүл, жұрт не айтып жатқанын білесің бе? Сені ауданнан бір жігітпен көріпті дейді, Нұрланға жетсе оңбайсың. Айгүл өңі ағарып кетті. Жүрегі кеудесінен жарылып шығатындай соғып тұрды. Ол жала ғой, деді әрең. Бірақ кешке үйге келген Нұрланның көзінен бәрін түсінді. Сен мені мас қой деп ойлайсың ба, деді ол ызамен. Ауыл гу етіп жатыр сенің арқаңда. Айгүлдің жүзіне шапалақ тиді, бірақ ол үндемеді, тек көзіне жас толып терезеден алыстағы адырға қарады. Сол адырдың ар жағындағы Асқар. Сол адам ғана оның тірі екенін еске салады. Күздің соңғы айы еді. Адыр үстіндегі шөп сарғайып, жел суыта бастаған. Айгүлдің өмірі де дәл сол күзде қурап бара жатқандай. Үй ішіндегі тыныштықтың сыртында айқайға толы күндер жиілеп кетті. Нұрлан бұрынғыдан да қатыгезденді. Ол кешкісін ішіп келіп, есікті тарс жауып алып, елдің бәрі сен туралы не айтып жүргенін білесің бе деп бастайтын. Айгүл үндемейтін, тек терезеден қара бұлт басқан аспанға қарап іштей тек Асқар аман болсын деп тілейтін. Бірақ ауылдағы сөздің шегі жоқ еді. Көрші кемпірлердің сыбыры, дүкен маңындағы әңгімелер бәрі ауылдың өмірін уға айналдырды. Асқар да қиналып жүрді. Аудан орталығындағы жұмысына барып жүрсе де, ойы түгел сол адырда қалған. Бір күні шыдай алмай түнделетіп Айгүлдің үйіне келді. Ай айналып тұр. Жұлдыздар үнсіз. Айгүл, мен кетем, деді ол. Мына ауыл мені қабылдамайды, сізге де зияным тиіп жатыр. Айгүлдің қолы дірілдеп кетті. Асқар, сен кетсең менің өмірім тіпті бос қалады ғой. Асқар оның жүзінен қорқыныш пен шарасыздық көрді. Мен кетпесем, сенің өмірің талқандалады. Нұрлан сені тірілей өртейді. Айгүлдің көзіне жас толды. Бәлкім бәрі солай біту керек шығар. Тек біз адасқан жандар шығармыз, Асқар. Асқар үнсіз келіп оның маңдайынан сүйді. Егер мен кетсем де, сен менің жүрегімде қаласың, Айгүл. Сол түні екеуі соңғы рет көрісті. Таң ата Асқар көлігімен ауылдан кетті. Арада 3 күн өткенде Айгүлге қара бұлттай хабар жетті. Асқар аудан жолында апатқа түсіп көз жұмыпты. Бұл хабарды естігенде әлем тоқтап қалғандай болды. Кеудесін ашып жібергенде жүрегі қақ айырылды. Нұрлан да үнсіз қалды. Ол да әйелінің жүзіне қарауға дәті бармады. Айгүл сол түні адыр басына шығып желге қарап ұзақ тұрды. Төменде ауыл шамдары әлсіз жанып тұр. Сен енді менің адырымда мәңгіліксің, Асқар, деді сыбырлап. Көзінен жас емес, жаны аққандай еді. Қараша айының боранды кештері басталды. Адыр үстінен ақ тұман қаптап, аспан мен жердің арасы ажырамай қалғандай. Айгүлдің үйі де дәл сол тұманның ішінде үнсіз, суық, жансыз. Асқардың қазасынан кейін 3 апта өтті, бірақ Айгүл үшін уақыт тоқтап қалған. Күнде, түнде бір-бірінен айырылмайды. Ол қораға шықпайды, ауыл адамдарына көрінбейді. Бар өмірі ішкі үнсіздік пен күйзеліс. Кейде түнімен терезе алдында отырып алыстан көрінетін адырдың қара силуэтіне қарайды. Сол адырдың арғы бетінде Асқардың ізі қалғандай көрінеді. Сен мені күнәға итермелеген едің, Асқар. Сен тек мені тірі адамдай сезіндірдің. Бірақ ауылда ешкім оны түсінбеді. Күн сайын жаңа есік, жаңа мазақ. Бәрі күйеуінің көзінше қаңғып жүрді ғой. Сонысы оңбады десе бір, кім біледі, тағдыр шығар деп аяушылықпен қарайтын. Нұрлан болса бұрынғыдан да түнеріп кеткен, ішімдікке салынды, қойды да қарамайтын болды. Бір күні ол Айгүлге қарап,
Сенің кесіріңнен мен еркек болмай қалдым деп салқын дауыспен. Айгүл ештеңе демеді. Ол үшін енді бұл өмір дәлелдейтіндей ештеңе қалмады. Күндердің бірінде ауданнан бір қағаз келді. Асқардың ата-анасы Айгүлге оның жеке заттарын тапсыруды өтініпті. Ол әлгі конвертті қолына алған сәтте жүрегі тоқтап қала жаздады. Ішінде кішкентай күнделік пен бір хат бар екен. Айгүл, мен кетсем де сен менің өмірімнің ең жарық сәті болып қаласың. Біз екеуміз адасқан шығармыз, бірақ сол адасудың өзінде шындық болды. Егер мені ұмытсаң да, мен сені аспандағы әр бұлттың арасынан іздеп жүрем. Хатты оқып болған соң Айгүлдің көз жасы қағазды сулап жіберді. Сол түні ол алғаш рет дұға оқыды. Өмірінде алғаш рет өзі үшін емес, Асқардың рухы үшін. Күн артынан күн өтті, ауыл баяғы қалпына келді. Бірақ Айгүл бұрынғы Айгүл емес еді. Ол енді ешкімге сенбейтін, ешкіммен сөйлеспейтін, үнсіз әйелге айналды. Тек кейде адырдың үстіне шығып күн батып бара жатқан жаққа қарап тұратын. Сол кезде жел баяу соғып, шөп сыбдыры естілгенде ол сезінетін. Асқар сонда, жел ішінде, адыр үстінде, мәңгі тірі. Қыс ерте түсті. Адыр үстіндегі жел бұрынғыдан да зәрлі, боран секіріп, айнала ақ көпеге оранған. Ауыл адамдары үйлерінен шықпайтын, ал Айгүл үшін қыс өмірін жаңа беті секілді болды. Сол боранды кештердің бірінде ол пештің қасында үнсіз отыр еді. Кенет есік сықырлап ашылып Нұрлан кірді. Көздері қызарып кеткен, жүзі суық. Бүгін жыл соңына дейін қойды түгел сана деді. Ертең ауданнан комиссия келеді деді қатқыл үнімен. Айгүл бас изеді. Бұрын Нұрланның сөзіне жауап қатпайтын, тек үнсіз бағынып жүретін. Бірақ қазір ол өзгерген. Өмірдің соққылары оны әлсіз емес, керісінше мықты қылып шыңдаған. Сол түні боран күшейді. Терезені жел ұрып, үйдің қабырғасы сықырлады. Бір сәтке Айгүлге Асқардың даусы естілгендей болды. Айгүл, өмір деген тек кешірім. Ол орнынан тұрып сыртқа шықты. Адыр үсті аппақ тұман, аспан мен жер арпалысып кеткен. Жел бетке соққан қарды ұйытқып көз аштырмайды. Айгүл боранға қарсы жүріп адыр басына шықты. Сол жер Асқар екеуінің алғаш кездескен тұсы еді. Сен кеткелі мен тірі өлікке айналдым, Асқар, бірақ мен енді қорықпаймын, деп желге сыбырлап. Мен бәрін кешірдім, өзімді де, сені де. Боран үдей түсті, бірақ сол сәтте аспандағы бұлт арасынан бір жарық сызық көрінді де ай сәулесі жерге түсті. Айгүл сол сәулеге қарап, қолын кеудесіне қойды. Сен менің жүрегімдесің, Асқар, деп. Мен енді жалғыз емеспін. Сол түні Айгүл алғаш рет терең тыныш ұйықтады. Таңертең бәрі ақ әлемге айналған. Терезе сыртында күн жарқырап, адырдың үстіндегі боран іздері баяғы өмірдің белгісінде ғана қалыпты. Нұрлан да таңғысымен үнсіз далаға шықты, әйеліне қарады. Айгүлдің жүзі сабырлы, көзінде тыныштық бар еді. Бір сәтке Нұрлан оның алдында өз айыбын сезінген болды. Айгүл, бәрін ұмытайықшы, деді баяу. Айгүл оған қарады да жай ғана жымиып қойды. Өмірде ұмытылмайтын нәрселер бар, Нұрлан, бірақ мен енді ешкімге өкпелемеймін. Осылай боран басылған күн Айгүлдің жаңа өмірге қайта қадам басқан күні болды.